Сәлем достар, сіздермен бірге Аружан. Бүгін құймақ, яғни оладьи жасаймыз. Ол үшін бізге кефир, қант, бір жұмыртқа, сода және ұн қажет. Барлық ингредиенттерді видеода көрсетіліп тұрғандай араластырыңыздар. Сковородкаға піскен май құйып алдын ала қысырып аламыз. Құймақтарымызды домалақ етіп құйып, екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің құймақтарымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда тағы көп рецепттермен бөлісетін боламын.